Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 61-ші сабақ. Бүгінгі тақырып көңіл сұрауды білемін. Бүгінгі сабақта мәтінді түсініп рөлге бөліп оқисың. Мәтінді сахналайсың, кейіпкерлердің іс-әрекетіне көзқарасыңды білдіресің. Бірінші тапсырма: оқыған мәтіндеріңе сүйеніп нақыл сөздің мағынасын түсіндіріп көр. Денің сау болса, жарлымын деме, жолдасың көп болса, жалғызбын деме. Адам үшін ең қымбат нәрсе денсаулық пен дос. Осы екеуі болса, адам бақытты екен балалар. Балалар мезгілсіз уақытта, мысалы кешке, түнде науқас адамның көңілін сұрамайды екен. Екінші тапсырма: түсініп оқы. Жолбарыс пен түлкі. Бір күні жолбарыс сырқаттанып қалады. Әміршінің көңілін сұрау үшін оның үйіне барлық аңдар жиналады. Тек түлкі ғана келмейді. Мұны байқап қалған қасқыр жолбарысқа жүгіріп келіп түлкінің сыртынан өсек айтады. Ашуланған жолбарыс күжілдеп дереу түлкіні алып келуді бұйырады. Бұл хабарды естіген түлкі жолбарысқа өзі жүгіріп келеді. О, құдіретті күштім, сіздің мені көргіңіз келген екен, міне алдыңызға келіп тұрмын дейді. Ей, деп күжілдейді жолбарыс, барлық аң келіп менің көңілімді сұрады, ал сен? Құдіреттім, сіздің науқас екеніңізді мен барлығынан бұрын білдім, содан сізге дәрі іздеп кеттім дейді түлкі. Солай ма, деп жолбарыс сабасына түседі. Балалар, үшінші тапсырмада ертегіні рөлге бөліп мәнерлеп оқисыңдар. Төртінші тапсырма: берілген сурет мәтіндегі оқиғаның қай тұсына сәйкес келеді? Жолбарыс пен түлкінің диалогын құрыңдар. Түлкі: о, құдіреті күштім, сіздің мені көргіңіз келген екен, міне алдыңызға келіп тұрмын дейді. Жолбарыс: ей, деп күлжілдейді жолбарыс, барлық аң келіп менің көңілімді сұрады, ал сен? Соңғы бесінші тапсырма: төмендегі сөздер кейіпкердің қайсысына қатысты екенін айт, түсіндір. Түлкі: айлакер, тапқыр, қу. Жолбарыс: күшті, аңқау және айбатты екен. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.